Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пицца жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып көресіздер. Ең алдымен пиццаның қамырын дайындайық. Ыдысқа 250 грамм жылы сүт құямыз. 1 ас қасық қант және 1 шай қасық ашытқы саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ыдыстың бетін жауып, 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің дрожжамыз осылай көпіршіктенді. Енді қасықтың ұшында аздап тұз және 350 грамм шамасында електен өткізілген ұн салып қамыр илейміз. Қамырды барынша жұмсақ етіп илеңіздер. Сонда пиццаңызда жұп-жұмсақ болып піседі. Қамыр енді бірігіп жатқанда 1,5-2 ас қасық өсімдік майын құйып, илеуді жалғастырамыз. Біздің қамырымыз осында жұмсақтықта болуы керек. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырдың бетін ашып, тағы да аздап илейміз. Қамырдың бетін жауып, 10-15 минутқа тағы да жылы жерге қоя тұрамыз. Осы уақыт аралығында пиццаның бетіне салынатын салмасын дайындайық. Мен бүгінгі пиццаға салмасы ретінде шұжық, қызанақ және сыр қостым. Пиццаның қамыры да дайын. Листтің бетіне пергамент қағазын төсеп, қамырды салып, қолмен дөңгелек етіп жайып шығамыз. Содан соң бетіне томат немесе кетчуп жағамыз. Өткіштен өткізілген ірімшікті бетіне аздап себеміз. Содан соң туралған шұжық пен қызанақ саламыз. Және де мен бұл пиццаға мұздатылған болгар бұрышын салдым. Егер сіздің духовкаңызда пиццаға арналған режим болмаса, бетіне себілетін сырды пицца пісуіне 5-10 минуттай қалған кезде себіңіз. Себебі пиццаның бетіндегі сыр күйіп кетеді. Пиццаны 180 градус қызып тұрған духовкада 20-25 минут шамасында пісіреміз. Біздің бүгінгі қамыры жұп-жұмсақ болып пісетін пиццамыз да дайын. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, дәл осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жасап көрсеңіздер, комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.